2021 жылдың жыл кітаптарын таңдау бір ел бір кітап акциясы бойынша ел егемендігінің 30 жылдығына орай жалпы халықтық оқуға тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітаптың тізімі. Поэзия жанры бойынша Мұқағали Мақатаев, Өмір дастан, Жұмекен Нәжмединов, Менің Қазақстаным, Ұлықбек Есдәулет, Киіз кітап, Серік Ақсұңқарұлы, Көкейімде күлтегіннің жазуы, Тоқтарәлі Таңжарық, Дүн парақтары, Бақытжан Ханапьяны, Достояние души. Проза жанры бойынша Тынымбай Нұрмағамбетов, Періштелердің өлімі, Тобық Жармағамбетов, Отамалы, Сәуле Досжан, Қасірет пен тағдыр, Юрий Серебрянский, Дәмді де пайдалы қазақстандық әдебиет, Дәурен Қуат, Бөрі соқпақ, Тұрысбек Сәукетай, Жел қайық. Драматургия жанры бойынша Рахымжан Отарбаев, Айна ғұмыр пьесалар жинағы, Дулат Исабеков, Жеті желкен пьесалар жинағы, Мадина Умарова, Көмбе нанның дәмі, Еранғайып, Қорқыттың көрі пьесалар жинағы, Думан Рамазан, Пешене пьесалар жинағы, Сая Қасымбек, Жанталас. Балалар әдебиеті бойынша Ыбырай Алтынсарин, Өнер білім бар жұрттар, Бердібек Соқпақбаев, Жекпе-жек, Марат Қабанбаев, Жихангез Тити, Толымбек Әбдірайым, Алабыға аулаған күн, Зира Наурызбаева, Лилия Калаус, Алтын тостағанды іздеу, Мәди Айымбетов, бар болғаны 14 жас. Аударма жанры бойынша Юсупов Кеңес, Габриэль Гарсия Маркес, 100 жылды жалғыздық, Әдетов Бекболат, Эрих Мария Ремар, Аманат өмір, Ахметов Әділ, Агата Кристи, Ғайып болған миллион, Милат Төлеген, Халид Хусейн, Жарқыраған мүмкін, Мәзән Динара, Раулинг, Гарри Поттер мен жасырын бөлме, Құрметұлы Амангелді, Орхон Памук, Менің атым Қырмызы.